Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін біз мата белбеу жасаймыз. Орысша кушак деп аталады. Ол үшін бізге қатты атлас матасы керек. Біз мына қатты атлас қызыл матаны алып отырмыз. Ол үшін 2 жолақ, ұзындығы 130 қылдық, өйткені бұл безразмерный болады. Размері үлкен, кішкентай, әр түрлі размерге келетін. 80, 90, 100 деген сияқты. Сол үшін 2 жолақ аламыз. Жолақтың бір жағы, астыңғы жағы 15 сантиметр, үстіңгі жағы 25 сантиметр болады. Соны бір-біріне біріктіріп тігіп, 2 жақ ұш жақтарын драпировать етіп тігеміз. Ортаңғы жағынан кішкентай тесік қалдырып, сол жерден аударатын қыламыз. Сол жерден аударып болғаннан кейін қайтадан бітеп тігіп тастаймыз. Негізі кушак мата белбеудің ұзындығы 3,5-4 метрге дейін болған. Мына мата белбеуімізді шетін айналдырып, бастырып 1 сантиметрге бастырып тігіп шығамыз. Өйткені ол мына формасын жоғалтып алмас үшін осылай тігіп шығу керек. Айналдырып. Одан кейін мына драпировкаларымыздың араларынан өстіп 2 жақ шетінен бүйтіп 3 сантиметр қалдырып тігіп шығамыз. Одан кейін барып, ортаңғы жақтарын әр жерінен бір тігеміз. Сонда осындай драпировка шығады. Одан кейін біз мына липучка вельпро дейді, соны шетінен 5 сантиметр қылып алып тігіп шығамыз. Өйткені сол размер бойынша үлкейіп, кішірейіп тұрады. Бұл вельпроны біз әр размерге арнап, біреуге үлкенге керек, кішкентайға керек деген сияқты осылай тігіп шығамыз. Міне біз енді липучкаларымызды әр жерден қойып тігіп жатырмыз. Липучка жаңа вельпромызды под цвет әр түсіне сәйкес, матамыздың түсіне сәйкес қылып аламыз. Міне жерде қызыл болғанда қызыл жаңағы вельпро алдық. Бәрі тура келіп тұр түстері. Біз мына тігіп жатқанымыз жұмсақ вельпро. Қатты вельпросын салсаңыздар, кейін ол матаның бәрін жұлып тастайды. Сол үшін оны ең ұшына ғана саламыз. Мына жұмсақ вельпро әр жерге тұра береді. Размерін кішірейтіп, үлкейтіп тұратын. Міне біздің кушагымыз, мата белбеуіміз дайын. Әр размерге келіп тұр. Міне енді осы дайын мата белбеуімізді әртүрлі костюмдермен киюге болады. Испанский, восточный, жаңағы өзбекше, түркше, барлық востоктың, шығыстың киімдеріне тағып киюге болады. Ал құрметті көрермендер, хош сау болыңыздар. Менің видеомнан қалып қалмаңыздар, қарап отырыңыздар, тіркеліп өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып.